Атырау облысында қатерлі ісік аурулар жасарып барады. Бұрын жаман дертке шалдыққандардың орташа жасы 60, қазір 48-50 болған. Облыстық онкологиялық диспансердің есебінде 3150 науқас тұр. Дені асқазан, өңеш және омырау ісігіне шалдыққандар. Мамандар бұған экологиялық ахуал себеп дейді. Азаматтардың ащы тағамдарға әуес болуының да кері әсері бар көрінеді. Және соңғысы маман тапшылығы. Облыстық диспансерде 5 радиолог маманның жұмысын 2 дәрігер атқарады. 3 онколог хирургтың бірі бас дәрігер, бірі оның орынбасары. Сонда штатқа тиесілі 5 дәрігердің жұмысын бір-ақ дәрігер атқарады. Қалай берді заманға сай қондырғылар да жетіспейді. Ал ғимараты ескі 1973 жылы пайдалануға берілген. Бүгінгі таңда бізге керегі линейный ускоритель. Қазіргі біздер жасап жатқан линейный кобальтовый источник алпыспен жұмыс жасап жатырмыз. Диагностиканы жақсарту үшін, ертең деңгейінде анықтауды үшін біздерге қазір керегі МРТ аппараты біздерде жоқ. Рентген аппараттар, эндоскопический аппараттар, олар біздерде бар, бірақ олар ескерген.